Балаларым, бүгін сіздерге міне қазақтың ескі ойыны ат омырау ату ойынын түсіндіремін, ойын шартымен. Аталарымыздың ойындары көбі атпен байланысты болған. Сол үшін осы шеңбердің ішіне екі атты кісіні кіргізіп, екеуі бір-бірін аттың күшімен мына шеңберден шығарып салу керек болған. Балаларым қазір бұл шеңбердің ішіне кіріп, мына аттың мына жермен немесе жанымен, қолдарымызды бірімізді итермейміз. Жақсы ма? Жайлап кіре ойнар. Жайлап кіре ойнар. Кел. Әжере кел. Керасың? Так. Дайынсыздар ма балалар? Қазір. Ал енді дайын болсаңдар, бастаңыз. Достық жеңіске жетті. Жарайсыздар. Молодцы. Келесі ойын түрі теңге ілу. Бұл ойын шарты осы секіріп. Мына заттан үстіне теңгемізді аламыз, қоржынға саламыз бір-бірлеп, бірақ аяғымыз баспалардан шықпайды, ема? Да. Кім бірінші жинайды, сол ұтады. Жақсы. Дайынсыздар ма? Иә. 1, 2, 3. Келесі ойынның түрі бізде 5 асық. 5 асықтың екі кісі ойнайды, немесе топ ойнайды. Оның 13 түрі бар. Мынау жаңадан енген түрі. Мұнда екі ойыншы кезекпе-кезек көпті лақтырасыңдар. Қанша сан түседі, сонша асықты сіздер шеңберден құлатпай кезекпе-кезек қоясыңдар. Түсіндер ғой да, мұнда ойында ұқыпты қоймасаң, асып құласа жеңіп қаласыңдар. Мына ерасында көпеші құлап қалды да? Балаларым, бүгінгі ойын сіздерге ұнады ма? Иә. Бүгінгі ойындар қазақтың ескі ұмытылып баратқан ойындары. Сіздер оларды өздерің үйреніп, келешек ұрпаққа үйрету жүріңдер, жақсы ма? Ойындарды үйреткешің рахмет. Саған рахмет айтпедім. Айта ғой? Сізді сол дейтін, жамандықтан қорғайтын, оғытын әспетеп, базасын жолайтын. Жарайсың. Айжере, сен айтарың бар ма? Иә. Сен айтасың ба? Ал айта ғой. Әкеме ұспайы, әкеме құрметті, жақсы қайтетеріп, бән-бән үйретті. Жарайсың.